Саламатсыздар ма, құрметті 5-ші сынып оқушылары? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Бүгінгі сабағымызға дайынсыздар ма? Олай болса, әсемдік әлемінде тақырыбындағы 33-ші сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сабағымыз арқылы сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашамыз. Ал бойымызға сіңіруіміз керек болған қасиеттер бәрін жақсы көру, ақкөңілділік және достық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларға адамның ішкі сұлулығының маңыздылығын түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Сонымен қатар жақсылық жасауға үйрету. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын әдеттегідей 5Т ережесін еске түсірейік. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Ендеше балалар, тыныштық сәтін бастайық. Тыныс алуға зейін қою. Сіздерді аяқ қолдарыңызды айқастырмай түзу отыруларыңызды өтінемін. Біз қазір тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Тыныс алуға зейін қойған кезде біздің ақылымыз тынышталады. Тыныс алған кезде тыныштық пен ризашылық қабылдаймыз. Тынысты шығарған кезде өзіміздегі мазасыздықтарды сыртқа шығарамыз. Кәне, балалар, көзімізді жұмамыз, арқамызды тік ұстаймыз, қолдарыңызды тізелеріңіздің үстіне қоюға болады. Дем аламыз, сыртқа шығарамыз. Дем аламыз, сыртқа шығарамыз. Осылай 9-10 рет жасаймыз. Бүгінгі сабақтың дәйек сөзіне мән берейік. Нәрсенің сыртына қызықпа, асылы ішінде болар. Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин қазақтың аса көрнекті ағартушы, педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы, ұлы ұстаз. Дәйек сөздің мағынасын түсініп алайық. Асыл зат қашанда әдемі көрінеді. Ал әдемілік бүкіл дүниені құтқарады. Өмірдің өзі әдемі. Табиғат неткен ғажап. Ал әдемі дүниені әсемдік әлеміне айналдыратын адамның ішкі дүниесінің сұлулығы. Ал әсемдік бүкіл әлемді нұрға бөлейді. Келесі айдарымыз мұғалім сыйы. Құрылысшы ақсақал. Баяғыда бір кісі қаншама жыл құрылыс саласында қызмет атқарған екен. Зейнет жасына келгенде бастығына келіп, «Басеке, мен зейнетке шығатын уақытым келді. Өтінішіме қол қойып беріңіз, мен жұмыстан шығайын» депті. Сонда бастығы, «Әрине, зейнетке шығасыз. Бірақ бір шартым бар. Әлі салына қоймаған бір үй бар еді. Соны салып бітіріп берсеңіз, рұқсат» дейді. Әлгі қария амалдың жоғынан үйді аз күнде бітіріп, үйдің кілтін бастығына берсе, бастығы өзіне қайтарып береді. Бұған таң қалған ақсақал, «Басеке, мұныңыз қалай?» дейді. Сол кезде бастығы, «Ақсақал, негізі бұл сіздің үйіңіз. Енді бұл үйде өзіңіз тұрасыз» деп жауап қайтарады. Бастығынан мұндай жауапты күтпеген әлгі қария, «Қап, өзімнің үйім болатындығын білгенімде, бар мүмкіндікті пайдаланып, зәулім сарай салып алатын едім ғой» деп өкініп қалыпты. Осы бір мысалдан алатынымыз, біздің әрбір жасаған құлшылығымыз, намазымыз, ғибадатымыз өзіміз үшін.
ертеңгі күні олардың жемісін өзіміз көреміз. Сондықтан да бұл дүние ақыреттің егіндігі деп бекерден бекер айтылмаса керек. Балалар, келесі айдарымыз шығармашылық жұмыс. Бірінші тапсырма. Әдептілік ұғымына жақын сөздерді топтастырып жазыңдар. Екінші тапсырма. Менің ойымдағы сұлулық тақырыбында сурет салыңдар. Осы тапсырмалардың жауабын кері байланыс ретінде мұғалімге жіберулеріңізге болады. Ал балалар, көңіл көтеретін сәтке келдік. Топпен ән айту. Өлеңін жазған Шона Смаханұлы, әнін жазған Әбербек Тіналиевтің «Анамның тілі, аяулы үні» әнін бәріміз бірге қосылып айтамыз. Өмірге келдім, анамды көрдім, деді ол жаным, арайлы таңым, самал боп желпіп, жырымен ертіп, үйретті тыңдай, бал тілім әнін, анамның тілі, айбыным менің, анамның тілі, ай күнім менің, сүйемін байтақ, елімді туған, сүйемін мәңгі, өмірді думан. Мектепке келдім, ұстазды көрдім, тыңдадым сөзін, сүйсініп сүйіп, анамның тілі, аяулы үні, жүрекке дарыған, жіберді құйып, анамның тілі, айбыным менің, анамның тілі, ай күнім менің, сүйемін байтақ, елімді туған, сүйемін мәңгі, өмірді думан. Жарайсыздар, балалар. Сабағымыздың қорытынды сәті. Бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіріп, жүрегімізде сақтайық. Адал еңбек етіп, арлы, ақылды болуға тырысайық. Өмірге сүйіспеншілікпен қарап, әдепті де әдемі болайық. Құрметті оқушылар, назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.